Сәлеметсіздер ма, құрметті замандастар. Сіздермен мен Шолпан Қасымжанқызы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әрқашан жақсы нәрсе ойлап жүрейік, жақсы нәрсе тілеп жүрейік. Білесіздер ма? Мүмкіндік қашан келетінін, қайдан келетінін білмейді екенбіз. Сондықтан күнде келетін мүмкіндікке ашық болуымыз керек екен, сәйкес болуымыз керек екен. Қазіргі таңда біз өзіміз білмейміз, қолымыздан не келетінін. Білесіздер ме, біздің қолымыздан бәрі келеді екен. Тек қана біз білмейді екенбіз, соған қалай жетуіміз керек екен. Қазіргі кезде барлық адамдарда ортақ бір мәселе бар да. Ол мәселе қаражат мәселесі. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, маған қаражаттың керегі жоқ деп. Олай болуы мүмкін емес. Өйткені сіздің қаражатыңыз бар болса, сіз өзіңіздің армандаған арманыңызды орындай аласыз. Діттеген жеріңізге жете аласыз. Қалаған нәрсеңізді ала аласыз, қалаған жеріңізге бара аласыз, қалаған біліміңізді ала аласыз дегендей. Сондықтан қаражат мәселесі қазір көп адамды ойландырады. Біздің қалауымыздан тыс қазіргі таңда девальвация болып жатыр. WhatsApp-тан, Facebook-тан, Instagram-нан, жеке парақшалардан осы бір-бірлеріңізге аудио, видео запись жіберіп жатасыздар. Міне теңге құлдырап баратыр. Міне жаңағы девальвация келе жатыр. Девальвация ол болып жатқан нәрсе біздің қалауымыздан тыс болып жатқан нәрсе. Біз оған қарсы қаламаймыз, бірақ біз не істей аламыз? Біз сол келген девальвацияны қалай өзіміздің барымызды сақтап ұлғайтып аламыз, соны ойлауымыз керек. Және де финансовый сауаттылығымызды көтеруімізді ойлауымыз керек. Мен сіздерге бір сыйлық жасағым келеді. Мен осы алдымыздағы бір аптада тегін финансовый консультация бере аламын. Девальвациядан қалай шығуға болады? Бар нәрсеңізді аз да болса қалай ұлғайтып алуға болады? Тіпті болмаған жағдайда депрессияға түсіп кетпеу үшін не істеуге болады деген тегін консультация бере аламын. Кеңес менімен жолығып кездесе аласыздар. Қош келдіңіздер.